жаңа темір тұлпарлар иелерін табуда. Pepsi Promo 2017 науқаны әлі де жалғасын тауып жатыр. Осы жолы 3-ші бақытты жан өз көлігін алып кетуге Қызылорда өңірінен келген екен. 20 жасар Малика Берікболқызын ұйымдастырушылар салтанатпен күтіп алды. Жай ғана сусын ішіп, бірақ күнде темір тұлпардың иесі болып шыға келген Малика Берікболқызы өзінің қуанышымен бөлісті. Әрине, жас қыз бастапқыда сене қоймағанын жасырмады. Бұл кодты жергенде басына күдіктендім, сенгенде жоқым. Бірақ ішімде сезім, ұтатын сезім. Код жібердім, бір код жібердім. Осы бір код жіберіп, бірінші мүмкіндігім арқылы жеңіп отырмын. Әлемдік бренд болып қалыптасқан Pepsi сусынын қазақстандықтардың 61% таңдайды екен. Ұйымдастырушылар алда тағы 2 ұтыс ойнатылады дейді. Бірі өте жақында, 15 тамызда, екіншісі 1 қыркүйекте екенін естеріңізге саламыз. Результаты этой кампании. Pepsi биыл Қазақстанда науқандар ұйымдастырып жатыр. Компанияның нәтижесі бізді қатты қуантады. Сауалнама нәтижесі көрсеткендей, қазақстандықтардың 61% Pepsi дәмін таңдайды. Біз белсенді қатысқан барлық қазақстандықтарға шексіз алғыс білдіреміз. Алдағы 2 ұтыста сәттілік тілейміз. Бұған дейін су жаңа темір тұлпарды алматылық Закиржан Бекташев пен семейлік Әйгерім Мырзабекова ұтып алған болатын. Pepsi Promo 2017 науқаны қыркүйек айына дейін жалғасатын болады. Еліміздегі кез келген дүкеннен Pepsi сусынын сатып алып, қақпақ астындағы мынадай кодты SMS немесе сайтына жолдау арқылы сіз дәл мынадай су жаңа автокөлікке ие бола аласыз. Бұл ұтыста тұрып иесін тапқан 3-ші автокөлік. Алда тағы 2 автокөлік ойнатылады. Сізде қапы қалмаңыз. Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт.